Асан қайғы 7 жасында жетім қалған бала екен. Содан ер жетіп, қасына жолдас ертіп, аң аулап, балық аулап жүріпті. Содан бір күні балық аулап жүріп, қармағына бір алтын сандық түседі. Ашып қараса, ішінде айдай сұлу қыз жатыр екен. Сол қызға Асан үйленеді. Бірақ қыз ешбір ауыз сөз айтпайды. Қалай да сөйлете алмай дағдарып, ақырында Мысырға келеді. Мысырда базар аралап жүріп, әлгі қыз үш жерде сақылдамай жай ғана жайлап күледі екен. Бір адам тұз алып жатыр, жалаңаштанып, бұлар келіп қалғанда ұялып, тұзбен әуретін жауыпты. Сонда әлгі қыз бір күліпті. Содан екінші күні базарға тағы келеді. Базарда көп адам жүр екен. Бір адам етік саудалап қасындағы жолдасына: "Сол етік 3 жылға дейін жыртылмай шыдар ма екен?" депті. Сонда қыз тағы бір күліпті. Сонан соң екі қатын бір балаға таласып, қазыға барып, қазы қылышпен ортасынан шауып бөліп берем деп қолын көтергенде, алғашқы қатын: "Түйе берген қарағым-ай, қайда жүрсең де тек аман жүрсең болар. Енді не қылайын?" деп еңіреп жүре бергенде, әлгі қыз үшінші рет күліпті. Басқа сөз жоқ. Содан елге келіп, қатыны сөйлемеген соң арланып: "Мысырға алып барып едім, 3 жерде күлдің, неге сөйлемейсің?" деп ашуланып, қылышымен шабуға оңтайлана берген кезде, қыз: "Тоқта батыр, тыңдаңыз. Күлген себебім мынау. Тұз алып жатқан адамның адамдардан ұялып тұзбен әуретін жапқаны ұят емес пе? Тұз дүниедегі дәмнің ең жоғарғы дәрежедегі дәм емес пе? Сонымен әуретін жапқан ақымақтығына күлдім." Екінші, етік саудалаған адам айтады жолдасына: "3 жылға жыртылмай шыдар ма?" деп. Ол адамның ғұмыры 3 күн ғана қалып тұр. Пәнидің қызығына алданып, пенденің өлімінен хабарсыздығына күлдім. Үшінші, қатындар балаға таласқанда, қазы 2 бөліп берейін деп қылышпен шабам деп қолын көтерген кезде, баланың өз анасы: "Қарағым-ай, қайда жүрсең де аман жүр" деп нағыз жаны ашып қоя берді ғой. Ал ана жанжал қатынның біреудің баласын нақақ тартып алғанына күлдім. Құдайдан қорықпаса, адамнан ұялмаса, өтірікпен де мақсатына жетеді екен деп күлген себептерім осы еді. Ал енді батыр, менің сөйлемеген себебім адамға пәле тілден еді. Келген жылдарымда саған ешбір ауыз сөйлемесем, тауып айтсам жақсы, ал егер бір күні жаман айтып қойсам, ұят болар еді. Мәңгі бақытыма кесел болар еді деп ойлап, сақтанып сөйлемеген едім. Әйелдің ері Құдайдан, соңғы қожасы және пірі де осы ер еді. Сондықтан бір бала туғанша бетімнен ұятым кетпесін деп едім. Оған сіз қаратпай мені қылышпен шауып өлтірмекші болдыңыз. Амалсыз сөйледім. Мені еткен уәде сертімнен тайдырып күнәлі еттіңіз. Ал енді сөйлейін. Мен Су сұлтанының қызы едім. 13 жасынан сізді түсімде көріп, ғашық болып, сізбен қосылуға тілеп едім. Бірақ сіз мені нақақтап күштеп сабыр етпедіңіз. Соңына қарамай жәбірлеп сөйлеттіңіз ғой. Тағдыр солай. Енді мен сізден кетем. Ішімде дүниеге келуге 3 ай қалған ер балаңыз бар. Соны 40 күншілік шөлден табарсыз. Не болмаса 40 күншілік дарияның жағасынан табарсыз. Қалыңызды іздеп күні толғанда алып кетіңіз. Қош аман болыңыз. Маған ренжімеңіз. Өзіңіздің сабыр қылмағаныңызға ренжіңіз деп қыз жөнеле беріпті. Қыз қашып, Асан қуып, ақырында қыз жеткізбей дарияға түсіп кетіпті. Асан қалған. Содан Асан қайғыланып, қаңғырып, баласын іздеп, дүниенің 4 бұрышын желмаямен желдіртіп, бармаған жері жоқ екен. Асан қайғыланғанда, сонан бастап қайғыланған екен деген бір аңыз бар екен.